Сәлем, енді мен сізге 2023 жылы ешқайда деп аталатын триллер туралы айтып беремін. Үйінен қашып кеткен жүкті қыз ашық теңізде жүзіп бара жатқан жүк көлігінің контейнерінде аман қалуға тырысады. Тамашалаудан ләззат алыңыз. Жақын болашақ. Еуропада жан түршігерлік дағдарыс басталып жатыр. Көп ұзамай үкіметтер тақтан тайдырылып, тоталитарлық режим билікке келеді. Ол ресурстардың жетіспеушілігімен адамдарды жою арқылы күресуге бел буады. Алдымен қарт адамдар, содан кейін жүкті әйелдер мен балалар өлтіріледі. Исландия мен Норвегия сияқты кейбір елдер әлі де режимге қарсы тұра алады және қырғынды тоқтата алады. Сондықтан оларға көмек көрсетілетін жерге жетуге тырысатын босқындардың саны өте көп. Бұл адамдардың арасында Ника мен оның жүкті әйелі Мия бар. Ерлі зайыптылар бір түнде үйлерін тастап, басқа елге кетуге бел буады. Барлық зергерлік бұйымдарын тапсырғаннан кейін, олар жақсы болашаққа үміттеніп, балалары бар бірнеше әйел отырған жүк көлігіне мінеді. Мия біраз уайымдады, өйткені ол көптен бері сәбиді сезінбеді. Бірақ Ника жақын арада қауіпсіз жерге жетеміз деп уәде беріп, махаббатын тез тыныштандырады. Содан кейін ол оған қашып кеткеннен кейін ашылатын сникерсті шағын мерекелік сыйлық ретінде береді. Мия өзін кінәлі сезінеді, өйткені олар бірінші баласын тастап кеткен болып шықты. Бірақ Ника оған қызды сарбаздар алып кеткенін, сондықтан оның аман қалуға мүмкіндігі болмағанын бірден түсіндіреді. Бірнеше сағаттан кейін жүк көлігі босқындар тобын алып кету үшін тоқтайды. Бір топ адам тез ішке кіріп, жүк көлігі тарылып бара жатқанда, контрабандист топтың екіге бөлінетінін айтады. Балалары бар әйелдер осында қалады, ал ер адамдар басқа көлікпен жүреді. Ника әйелімен бірге болу керек екенін түсіндіруге тырысады. Бірақ оның бетінен бірнеше рет ұрып, соғу оны тез көндіреді. Ал Мия жалғыз қалады. Қыз телефон арқылы жұбайына хабарласады. Ал Ника оған уайымдамауын айтады. Өйткені жүк көліктері бір бағытта келе жатыр, және олар жақын арада міндетті түрде кездеседі. Жолда Мия сарбаздардың бүлікшілерді аяусыз басып, жаншып жатқанын, ал әйелдердің торға қамалғанын бақылайды. Біраз уақыттан кейін жүк көлігі тексеру пунктіне жеткенде тоқтайды. Жүргізуші барлық құжаттарды көрсетеді. Бірақ сарбаздар жүкті тексеру үшін көлікті ашады. Алғашында босқындардың жолы болған сияқты, өйткені олар жалған қабырғаның артына тығылып жатыр. Бірақ кенет жасақ командирі жасырын бөлімді байқайды. Дәл осы сәтте Мия қорапқа көтеріліп, жасырынып үлгереді. Командир бірден барлығын атуға бұйрық береді. Сондықтан сарбаздар оқ жаудырып, балалардың қатысуына қарамастан бүкіл топты өлтіреді. Бәрі біткен соң, Мия күйеуіне жылап хабарлама жіберіп, одан жасырынуын сұрайды. Бірнеше сағаттан кейін жүк көлігі нысанаға жетеді. Ал қыз отырған контейнер кемеде болады. Көп ұзамай Мия ұйықтап қалады да, контейнер дірілдей бастағандықтан оянады. Саңғылаудың көмегімен қыз кеменің қатты дауылға ұшырағанын бірден түсінеді. Мия көмекке шақыра бастайды. Бірақ кейін ол құлап, есінен танып қалады. Оянған кезде Мия контейнерде су бар екенін біледі. Абдырап қалған ол сыртқа қарап, кеменің батып кеткенін түсініп, шошып кетті. Үрейленіп, ол Никоға қоңырау шалуға тырысады. Бірақ телефон сынып қалады. Ал қыз қосалқы машинадан құпия сөзді ұмытып қалады. Баланың жақсы екеніне көз жеткізгеннен кейін, Мия су ағынын тоқтатуға көмектесетін бірдеңе табамын деген үмітпен жәшіктерді аша бастайды. Рас, оларда тек пластикалық ыдыстар, әртүрлі тұрмыстық техника және алкоголь бар. Бақытымызға орай, ол судың қысымын бәсеңдететін таспаны табалды. Содан кейін қорқынышты айқайлар естіледі, және тесік арқылы қыз босқындарға толы басқа контейнердің баяу батып бара жатқанын көріп шошып кетеді. Қалай болғанда да жүйке ауруы пайда болады, және бір сәтте ол тіпті пышақты ұстап алады. Бірақ баланың қимыл қозғалысы қыздың есін жиып, өмір үшін күресуді жалғастыруына себеп болады. Түн түскенде Мия ұйықтап қалады, және ол суға батып бара жатқан қорқынышты түс көреді. Сол кезде ол судың келуіне байланысты бірдеңе істеу керек екенін түсінеді. Екі рет ойланбастан Мия қақпақтардан резеңке таспаны алып тастап, оны тесікті жабу үшін пайдаланады. Содан кейін ол шлангты алып, суды ақырын сорып бастайды. Керек жарақтарын тексергеннен кейін, қыз бақытына қарай бұрғы мен оттықтың әлі де жұмыс істеп тұрғанын көреді. Кенет телефонға Никтен қоңырау түседі. Жігіт оларды басқа жүргізуші алдап кеткенін, және оларды портқа апарудың орнына топты қала сыртына тастап кеткенін, сондықтан олар аман қалғанын айтады. Бұған жауап ретінде Мия өз тарихын айтып берді. Ал Ника оны міндетті түрде құтқарамын деп уәде берді. Бірақ әзірге ол баласы үшін аман қалуға тырысу керек. Кенет Мия толғақтарын сезе бастады. Дәл осы сәтте көкжиекте қатты дауыл соғып, оның барысында қызды дүниеге әкеледі. Дауыл басылғанда Мия алдымен керек жарақтарды тексереді. Содан кейін нәрестені тамақтандыруға тырысады. Бірақ қатты күйзеліске байланысты ештеңе жұмыс істемейді. Көп ұзамай оның ойына бір ой келеді. Ол бұрғыны алып, сыртқа шығуға мүмкіндік беретін металл кесіндісін кесуге үміттеніп, контейнерге тесік жасай бастайды. Алайда шудың әсерінен нәресте одан да қатты жылай бастайды. Бұл Мияны сөзбе-сөз ашуландырады. Содан кейін ол тынышталып, қызын қайтадан тамақтандыруға тырысады. Ал бұл жолы сүт пайда болады. Біраз уақыттан кейін тамақ таусылады. Сондықтан контейнерден
үйден шығуға деген құлшыныс артады. Рас, бұрғы біткенше таусылып қалады. Сондықтан қызды тағы да көңілсіздік басып озады. Ол тез арада ашуға айналады. Біраз уақыт өтсе де, Мия баланы ыстықтан бар күшімен қорғап, оған қамқорлық жасауды жалғастыруда. Қорқынышты аштық оның тіпті ұйықтап кетуіне жол бермейді. Соның салдарынан қатты шаршау пайда болады. Тамақтың, ұйқының және тұшы судың жетіспеушілігі Мияның бас тартуына себеп болады. Кенеттен дәл осы сәтте оның бірінші қызы пайда болып, оның өліміне анасын кінәлайды. Содан кейін Ника келіп, оның еш нәрсеге кінәлі емес екенін тағы бір рет еске салады. Көп ұзамай жаңбыр жауа бастағанда галлюцинациялар басылады. Бұл қыздың өмірін сақтап қалады. Мия сәл жеңілдеп, суды бірден толтырады. Мия қайтадан ойлана бастайды. Және Мия өзінің барлық тапқырлығын, бар күшін пайдаланып, ақырында күн сәулесі түсетін тесік жасайды. Қыз шатырға көтеріліп, оның жанында суши жоқ екеніне бірден көз жеткізеді. Осындай жетістікке жеткеннен кейін аман қалу мүмкіндігі артады және оптимизм айтарлықтай артады. Әсіресе ол кездейсоқ назарын аударып үлгергеннен кейін. Бір топ балық, рас, оны қалай ұстау керектігін анықтау ғана қалады. Мия алдымен балық аулауға тырысады. Барлық әрекеттер сәтсіз аяқталады. Осы сәтте қыз ұшып бара жатқан ұшаққа назар аударады. Ол оны табиғи түрде байқамайды және ұшып кетеді. Сонымен қатар, Мия кездейсоқ аяғын жарақаттап алады. Сондықтан ол келесі бірнеше сағатты өзіне медициналық көмек көрсетуге жұмсайды. Содан кейін оның басына керемет идея келеді. Құлаққапты пайдаланып, қыз тор жасайды. Оның көмегімен ол әлі де балық аулап, аштықты басады. Соңғы күндері Мия аман қалу үшін көп жұмыс істеуді жалғастыруда. Ол үнемі контейнердегі суды сорып алады. Сәтті балық аулайды, тіпті қорын толықтырады. Сонымен қатар, Мия бір топ сынықтар жасап, оларды біреу тауып алады деген үмітпен теңізге лақтыратын контейнерлерге салады. Бір күні түстен кейін қыз балаға отбасылық суреттерін көрсетіп, қызға әжесінің есімін қоюды шешеді. Өйткені Нико дәл осындай есімді қойғысы келді. Сондай-ақ, Мия бірінші баласынан басқа әпкесінен де айырылғаны белгілі болды. Оны да сарбаздар ұрлап әкеткен. Түнде телефонға қоңырау соғылады. Сонша азаптан кейін Мия күйеуінің даусын қуана естиді. Бірақ өкінішке орай, оның жағымсыз хабары бар. Ол қайықты ұрламақ болған. Бірақ оны солдаттар байқап қалып, атып тастаған екен. Ол қазір жасырынып жүр. Бірақ бірте-бірте қансырап жатыр. Сондықтан оның өмір сүруіне көп уақыт қалмады. Ника қоштасуға және жұбайына аман қаламын және қызын құтқарамын деп уәде беруге шақырады. Мия мен Нико бір-біріне деген сүйіспеншіліктерін мойындағаннан кейін телефон кенеттен сөніп қалады. Ал қыз қайтадан өз ойларымен жалғыз қалады. Содан кейін Мияда әлі де сникерс бар екені белгілі болды. Ол оны сапарының соңына дейін сақтауға уәде берді. 26 күні контейнер суға толады. Сондықтан қыз бен бала толығымен шатырға көтеріледі. Көп ұзамай олардың суда болып көрінетінін түсінген Мия кішкентай жеміс жасауға тырысады. Кенеттен контейнерге шағала қонады және бұл факт қызға үміт береді. Өйткені бұл олардың құрлыққа жақын екенін білдіреді. Түнде Мия өзінің барлық суреттерін алу үшін контейнерге соңғы рет сүңгіп кетті. Ішінде ол кездейсоқ сникерсті байқап қалады. Сондықтан ол мүмкіндікті пайдаланып, ішке қарай бет алады. Осы кезде су ұрықты қайтадан итеріп жібереді. Ал анасының аяғы арқанға оралып қалады. Металл кесіндісінің көмегімен ол керемет түрде өзін босатып, контейнер түбіне түскенше қалқып шығады. Рас, Мияның бетінде бұл оңай емес. Өйткені ол жақын жерде қызы жоқ екенін білгенде қатты қорқады. Осы кезде кит өтіп бара жатып, қызды жылатады. Қараңғыда тек баланың жылауына назар аудара отырып, Мия жүзе бастайды. Және көп ұзамай қызымен қайта қауышады. Келесі күні таңертең қыз өзінің соңғы күшімен бірнеше балықты лақтырып жібереді. Бұл жақын жерде жүзіп бара жатқан қайықпен байқалған құстардың назарын аударады. Бірнеше минуттан кейін бейтаныс адамдар ұрықты баласымен бірге құтқарады. Содан кейін арқанды тауып, Мияның денесінде суырып алады. Теңізшілер дереу алғашқы медициналық көмек көрсете бастайды. Бірақ қызда өмір белгілері мүлдем байқалмайды. Рас, сәбидің жылағаны естілген бойда Мия ақыры есіне түседі. Содан кейін балықшылар көмекке шақырады. Ал қыз осынша күннен кейін ақыры аман қалғанын түсінеді. Көкжиекте жер пайда болады. Яғни ол күйеуімен бірге көптен бері армандаған жаңа өмірін таба алады. Фильмнің соңы. Енді біздің жасаған еңбегімізді бағалап арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.